Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бұл тағдырдың ойыны. Бұл суретте шаршаған, уайымдаған, алаңдаған түрдегі үнді баласы Германияда метрода әйгілі актрисаның қасында отыр. Бала оны танымады, тіпті оған бұрылып та қарамады. Көп замай бұл сурет бүкіл Германияға интернет арқылы тарайды. Немістің әйгілі Der Spiegel журналы суретте пайда болған үнді баласын іздей бастады. Олардың іздеуі ақыры Мюнхенде аяқталды. Онда олар баланың Германияда заңсыз тұрып жатқанын білді. Журналист баладан: "Білесің бе, қасыңда отырған аққұба қыз Game of Thrones сериалында басты рөлді сомдаған атақты актриса Мейси Уильямс болатын. Әлемдегі миллиондаған адамдар онымен бір рет болса да селфи жасауды армандайды. Бірақ сен оған мүлдем мән бермегенсің. Неліктен?" деп сұрады. Жігіт сабырлы: "Егер сенде бұл елде тұруға ықтияр хатың болмаса, қалтаңда 1 евро да жоқ, күн сайын пойызбен заңсыз жүретін болсаң, қасыңда кім отырса да бәрібір болады." Оның шынайы жауабы мен жағдайы терең әсер қалдырды. Сондықтан журнал оны курьер ретінде жалдап, айына 800 евро жалақы ұсынды. Осы еңбек шартының арқасында оған бірден тұрақты тұруға рұқсат та берілген екен. Бұл оқиға тағдырдың қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Барлық оқиғалар өткенмен байланысты, бүгінгі болашақпен астасып жатыр. Ойнатылып жатқан өмір туралы фильмнің сценарий сияқты барлығы алдын ала жазылып қойылған. Әр адамның тағдырының келесі тарауында не жазылғанын ешкім білмейді. Амантай Тойшыбайұлы парақшасынан алынды. Оқыған Күлбибі Әбусайылқызы.